Мен үшін таң әрдайым қоңырау үнінен емес, балалардың үмітке толы жүзінен басталады. Мектепке кірген сайын өзіме бір сұрақ қоямын. Бүгін мен қай баланың өміріне кішкентай болса да жарық сыйлай аламын? Мен арнайы педагогпын. Бұл мамандықты таңдаған күні оның жай ғана жұмыс емес, өмірлік миссия екенін түсіндім. Менің әр күнім ерекше балалармен басталады. Олар мектепке келгенде әлемге өзгеше көзқараспен қарайды. Бірі әріпті баяу таниды, бірі дыбысты анық айта алмайды, бірі кеңістікті бағдарлануға қиналады. Бірақ мен олардың бойынан ең алдымен кемшілікті емес, мүмкіндікті көремін. Менің жұмысым тек сабақ өткізу емес. Бұл баланың жүрегіне жол табу, үміт сыйлау, сенің қолыңнан келеді деп сендіру. Молодец. Кто встреча? Я телефонда қоңырау емес. Сабақта өте жақсы қатыстың. Жарайсың. Мен үшін арнайы педагог болу, баланың қолынан ұстап, қараңғылықтан жарыққа жетелеу, қорқыныштан сенімге, үнсіздіктен сөзге, әлсіздіктен күшке апару. Әр баланың кішкентай жетістігі мені қайта қанаттандырады. Өйткені мен білемін, бүгінгі кішкентай қадам ертеңгі үлкен жеңістің бастауы.